Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәм ауызда еритін және де бір жасағаннан шығатын Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Керекті заттар тізімін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен мұздай қатырылған сары майымызды ұнымыздың үстіне үккіштен өткіземіз. Келесі бір ыдысқа салқын суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды, уксусымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырып, қамыр етіп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды мен осылай салафанға салып, тоңазытқышқа қойып алдым. 1-2 сағатқа сіздер пищевой пленкаға орасаңыздар болады. Келесі ортасына қосатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін үстімізге жұмыртқамызды, қантымызды, крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, осындай масса бізде дайын болады. Және де осы массамызды баяу отқа қойып аламыз. Асты осылай жай тұру керек. Осылай жақсылап тоқтамай араластырамыз. Бізде қоюлағанша осылай араластырып тұрамыз біркелкі. Міне бізде осылай қою крем болып шығады. Дайын болған кремімізді осылай оттан түсіріп, келесі ыдысымызға саламыз. Ол бізде тез суы үшін жақсы көмектеседі. Және де бетін мен осылай салафанмен жауып, бөлме температурасында немесе далаға қойсаңыздар да болады. Тез суытып аламыз. Креміміз дайын болған дегенше, міне осылай бөліктерге бөліп алдым қамырымызды. Енді оны осылай жаятын боламыз. Міне осылай дайын болған қамырымызды қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градустары да әртүрлі болып піседі қыздар. Және де келесі осылай корждарымызды жинайтын боламыз. Мен ең астына осылай кішкене жағып алдым, жылжып кетпес үшін. Корж, крем етіп жағып шығамыз. Міне менде осылай болып дайын болып шықты. Енді бетіне шетінде қалған қамырларды осылай үгітіп езіп алдым қолмен. Сіздер блендермен езсеңіздер де болады. Міне осылай болып дайын болып шықты. Енді осыны шет-шетіне, бетіне сеуіп шығамын. Міне менде осылай болып дайын болып шықты. Және де дайын болған тортымызды холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қойып аламыз. Мен әсемдік үшін осылай қалып кеткен клубникаларды бетіне қоя салдым. Сіздер басқа да түрлі жемістерді пайдалансаңыздар болады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жанарай.